Құрметті халайық, бүгін 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Қазалы ауданының әкімдігіменен, ішкі саясатыменен тағылымды жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Ел, халық өздерінің сол кездегі ағайын туғандарын, жақын жуығын сол қуғын-сүргінменен келген. Біздің ауданымызда да аз болған жоқ. Мысалы үшін Текеев деген ақсақалымыз, анау Матроза деген қарындасымыздың әкесі сол қуғын-сүргін құрбаны болып есептеледі. Біздің келешек жас ұрпақ, балаларымыз, өскелең ұрпақ кімнің кім екенін білу керек, қандай еңбектері болғанын білу керек. Сол жөнінде біздің қоғамдық даму бөлімі жақсы жұмыстар ұйымдастырып жатыр. Сондықтан азаматтарға, жігіттерге талаптары оң болсын дейміз. Осындай елдің, халықтың көкейінен шығатын жұмыстарды істей беруіне тілектестігімді білдіремін.